кепілі. Бұл жаңа тараулар, тамақтанудың, дұрыс тамақтанудың жолдары, гендік өзгерістерге ұшыраған тамақ түрлері деген бізде тарау басталды. Бұған дейінгі тараудың бұжығысын бізде қима түрінде әкімшілік алды, соның бағасы түсінікті. Енді бірақ осы бүгінгі 40 минуттық сабағымызға өзіміздің сенімді мақсатымызды қояйықшы, сенімді әдіс. Кім айтады? Тілдік құралдарды әрине қатыстырады. Әдеттегідей, ал таспен тасты су басады, адамзатты сөз басады демекші, бәріміз жақсы пікірді айтып, шырайлы көңіл күймен сабағымызды бастайық. ой бәрекелді. Тағы, ал. Бір мүмкіндік демекші, сабағымызды жақсы оқып, оқу мақсатына түсінік тапсырмалар жасаңдар, бүгінгі сабақта барлығымыздың көтеріңкі жоғары балл алуымызды тілеймін. Жақсы, өте жақсы. Сол тілектеріңізде, сол мақсаттарыңызға жетіңіздер, ары қарай біз сабағымызды бастаймыз. Балалар, біз өткен жолы біз грамматикаға бөлек көңіл бөліп жатқанымыз өздеріңе белгілі, сондықтан ол сабақты біз пысықтау үшін, алдыңғы білімді пысықтау үшін қима әдісі бойынша сіздерден өтілген демеулік шылаулар туралы білімдеріңді қазір біз қима арқылы бір пысықтап жіберейік. Алдарындағы парақты оң қаратамыз. 5 минут уақыт беремін. Қаны оңайынан бастап, астыңғысынан бастайық. Бүгінгі оқу мақсатымен сосын таныстырады. Ескіріп тұр, мынау тұр. Тапсырма алдарында, иә? Ер адамда сәйкестендір дегенде шатыс қаман бір. Мынау дұрыс жауабы, мысалы үшін мына жерде мане тұратын болса, ол дұрысы не еді? Сонымен сәйкестендіріп қоясың. Дұрыс жауабына. Иә? Сұралық жауап болса. Осы параққа сыза беріңдер.
документтарыңызды алып. Болды. Аяқтаймыз. Аяқтаймыз дейді қолымызды сақтап тастаймыз. Енді сіздерге тапсырма. Академиялық әділдікті сақтай отырып, бір-бірімізді тексереміз. Бірін-бірімізді бағалаймыз. Яғни жұмысымызды ауыстырамыз. Алдыларыңызда дұрыс жауап тұр. Қане, тезірек тексер. 2 минут уақыт беремін. Академиялық әділдікті сақтаймыз. Дискриптарға қараңдар. Демелік шауларды толық білген 6 балл, 6 түрі бар өзінің, иә? Мына жерде жалпы 10 балл. Үй тапсырмасы бойынша, алдыңғы білім бойынша. Я, әрине. Шындан қандай болғанда? Oldu mu? Sağlık olsanızlar. Жұмыстарыңызды аяқтағандарыңызды мен біліп отырайын. Қолыңызды партаға қойып қояйық. Әлі жарты минуттарыңыз бар. Жалпы қанша балл жинап астасыз қоймай. Соны қазір дәлелдейсіздер. Қандай балл, не үшін олай? Жарайды, аяқтаймыз. Ақ жолдан бастаймын. Ақ жол. Тұра қой. Нұрасыл жұмысты қалай орындапты? Бәріміз тыңдай отырамыз. Қанша балл, не үшін олай қойдың? Дұрыс тапсырма бар бізге демелік үшін олардың. Мәлік, аяқтаймыз. Нұрасыл ережесін жазды, және де оның ерекшелігін айтқан еді. Яғни демеулік шылаулар олар сөзбен-сөз байланыстырмайды, олардың мәні өзі. Керемет, керемет. Ол жерде бір балл қойдым. Келесі бір ұпай. Кейіннен ол амоним болады. Амоним деп тапқан ба? Амоним болатын шылауларды. Иә. Оған қандай балл қойдың? Мысалы, оны жүрші қане? Ол ауылдан жеті де үш жиналмасы. Жақсы, бұл қандай шылау? Бұл Айтамыз. Көз айтпашы қандай шылау? Ыңғайласынан келесі? Келесі демеулік шылауларды дұрыс. Жоқ, осыған енді екінші мысал қандай болды? Оның амоним екендігін дәлелдемеймін ма мысалмен? Екінші мысал болмаған. Бірақ даде екендігін, амоним бола алатын шылау даде екендігін айтқан, иә? Ода 2 баллдың орнына 1 балл қойды. Сосын кейін ары қарай. Үш демеулік шылаулар дұрыс жауап. Ол бәріне дұрыс жауап еді. Яғни алмыз ол Бәрі 6 балл алып отыр, иә? Шылаудың түрлерінің бәрін дұрыс сәйкестендірген. Сонымен неше балл жинады? Нұрасыл? 6, 7, 8 уақыт үнемдеумен қоса 9 ұпай. Керемет. Міне, керемет. Сіздер? Жасмин. Жасмин. Фильмасінде демеулік шылаулардың ерекшелігін көрсетіңіз деген бұл жерде көрсеткен, яғни жауабы демеулік шылау сөйлем сөйлемді байланыстырмайды. Оған бір ұпай. Екіншіде амоним болатын шылауларды жазып мысалмен дәлелдеңіз деген. Бұл жерде ыңғайлас күшейтпелер дегенде, мысалға мен сабақта оқыдым да жұмысқа кірістім. Оған 2 ұпай. Оны тағы да екінші мысалы қалай болды? Екінші мысалында бір күшейтпелі демеулікке мысалы қандай болды? Қосымшаға бардым да сабаққа кірістім. Ол кезде де екеуі сонда амоним болып тұр ма осылай? Қосымшаға бардым да сабаққа кірістім дейді. Күшейтіп тұр ма? Жоқ. Бәрібір ыңғайлас болып тұр. Екінші мысалын дәлелдей алмаған, келесі. Екінші мысалын дұрыс жауабын сәйкестендіріңіз деген.
бұл жерде барлық шылаулар дұрыс Шылаудың есептелген. демеудің шылаудың түрлері дұрыс араласқан. Сонымен неше балл қойдық? Бұл жерде 9 ұпай. 9 ұпай. Аммониуммен қателесіп жатырмыз. Аммониумде шылаулардан сәл қателесіп, мысалынан қателесіп жатырмыз. Отыра қой. Жарайсың. Сіз Раяның кім баға бересіз? Раян ақын әдісінде бірінші тапсырмада ол демеулік шылаулардың ерекшелігін дұрыс көрсеткен. Олар байланыстырмайды деп дұрыс жазған. Ал аммониумда ол да дұрыс жазған. Мысалын жазған. Мысалын жазып. Дадия тәте аммониумдес болаларындығы айтқан, бірақ мысал жазылмаған. Бір балл қойсыз тұрсын. Ал сәйкестендіргенде бүкіл дұрыс деген. Сонымен неше балл? 9 ұпай. Керемет. Бағдәулет бізде жаңадан келген жігіттер. Ерасыл бұл жерде бірінші тапсырмада бұл дұрыс жазбаған, ол сөзбен сөз байланыстырады деген, бірақ байланыстырмайды. Ал екіншісінде бұл жерде ертең ана бүгін ана деген мен бұған бір балл қостым. Себебі сазы аммоним сазы. аммониумдес шылауларды дұрыс тапқан ба? Дадия тәте деген ба? Үшіншісінде. Екіншісінде. Ғана ғой, ол жерде мүлден балл қоймайсың, екіншісінде де балл кетті. Ал үшіншісі только екі Ғана, екі шылауды. Олар сұраулы шылау мен күмәнді шылаулар. Күмәнді шылау, соны ғана ажыратқан, қалғанда уақыт үнемдеді, сонымен неше балл? Оннан 3 балл. Оннан 3 балл алып қалды. Біздің Ерасылымыз. Ерасыл үй тапсырмасын дұрыс орындамай кетті. Жарайды, отыра ғой. Жарайды балалар. Қазір бүгін міне мына қиманың алдарындағы мен сіздердің қаншалықты академиялық адалдықты сақтағандарыңыздың тағы бір өзімше қарап өтіп бұл балл сіздерге түседі. Біз грамматиканы, қазақ тілі грамматикасын ешқашан ұмытпауымыз керек. Бұны келесі мен өзім қазір уақыт аралығында тексеріп келемін. Шетке ғана қоя салыңыздар. Келесі енді жаңа сабағымызға қарай өтейік. Жаңа сабағымыз оқу мақсаттары. Бізде оқу мақсаты балалар әлеуметтік қоғамдық жаңалықтардағы автордың көзқарасы мен көтерген мәселесін анықтап талдау. Бірінші оқу мақсаты, екі оқу мақсатын қойып отырмын, себебі сіздердің қазір шығармашылық деңгейде дарынды бала болып тәрбиеленіп жатқандарыңызды біз көрсетуіміз керек, өз-өзіміз көрсетуіміз керек. Екінші мақсат оқу мақсаты жанрлық және стильдік ерекшеліктерді сақтай отырып және тілдік құралдарды орынды қолданып әңгіме жазу. Біз оны әдебиетте жасадық, жазбаймыз әдебиетте, бұл жанрлық ерекшелігі дегенді қалай түсінеміз, неше жанр бар бізде? Үш жанр бар. Әңгіме жанры қайсына жатады? Эпикалық жанрға. Сонда біз эпикалық жанрдың өзінің оның құрылымы қандай болады? Міне біз әдебиеттегі білімді қазір қазақ тілде көрсете отырып өзіміздің шығармашылық қабілетімізді көрсетеді екенбіз. Ал енді әрине бұл екі мақсат қойылып отыр. Біз соған жетейік, сіздердің жаңағы тілеген тілектеріңіз орындалсын. Тапсырма бірінші енді оқу мақсатына қарай бірінші тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырма балалар қазір сіздерге мына жерде жаңалық көрсетіледі. Жаңалықтан автор көзқарасымен көтерілген проблемаға талдау жасайсыздар. Оны жұптасып жасайсыздар. Бір-бірін тыңдап отырып, біздің өзіміздің үйреншікті әдісіміз бар еді, қандай проблема бірдесен анықтап мына жерге қойып отырасыздар, ақылдаса отырып, шешіп, арнайы жұмыстар көрсетеміз. Ал тыңдайық. Біз тамақтану үшін өмір сүрмейміз. Өмір сүру үшін тамақтанамыз. Америкалық Гитл Холбург адам 99% дұрыс тамақтанбаудан зардап шегеді депті. Демек, тамақты жергілікті деңгейде ішу керек. Тамақты артық ішуде зиян. Мәселен, дамыған елдерде ересектердің 50%-ға жуығы салмақтан зардап шегеді екен. Сонда қалай тамақтану керек, неден бас тарту керек деп отырған боларсыздар. Олай болса, келесі кеңесіміз кәделерімізге жарасын. Айын
қызы жоғары дәрежелі диетолог, дұрыс тамақтану денсаулық кепілі дейді дәрігер. Расында, бүгінгі таңда асқазан аурулары белең алуда. Бұған пайдалы әрі уақытылы тамақтану себеп екені белгілі. Ендеше артық салмақтан арылып, салауатты өмір салтын ұстанғыңыз келсе, маман кеңесіне қонақ тұрыңыз. Ama azalın ең басты энергия көзі. Адам жеген тамағына ұқсайды деп айтып жатады. Сол себепті біздің денсаулығымыз күнделікті тұтынатын тағамның сапасына тікелей қатысты. Әлем ғалымдары бекіткен тамақтану пирамидасы бар екенін білеміз. Физикалық белсенділік, дұрыс тамақтанудың алғашқы сатысы. Өкінішке орай бүгінгі таңда адамдар аз қозғалады. Пирамиданың екінші сатысын су құрайды. Барлығымызға белгілі, ағзадағы зат алмасу процестерінің барлығы сулы аймақта өтеді. Себебі адам бойының 80% судан тұрады. Тамақтану пирамидасына сәйкес кез келген жан көп мөлшерде түрлі жарманы, жармақты, жеміс-жидек пен көкөністі тұтыну қажет. Ұнды, сүтті тағамдар мен тәттілерді аз мөлшерде жеу керек. Ал ішімдік түрлері пирамидаға кірмеген. Бұл яғни спиртті сусындардан пайда жоқ дегенді білдіреді. Көптеген нәзік жандылар арттыру үшін дұрыс диеталарға ұстанып жатады. Артық салмақтан арылу үшін алдымен кәсіби мамандар диетологқа қарау керек. Дәрігер сізді толыққанды тексерістен өткізіп, өзіңізге жеген ара дұрыс тамақтану кестесін сынауы болады. Пайдалы тағамдар тізіміне кірмейтін майлы фастфуд, газдалған сусын денсаулыққа зиян. Артық салмаққа ұшыраған адам түрлі дерттерге шалдыға бастайды. Ең қатерлі қант диабеті, жүрек қан тамыры аурулары, қан қысымының жоғары болуы, инсульт және инфаркт. Зиян тағамның бірінші кезекте асқазан ауырады, ал асқазан барлық ағзаны қоректендіріп тұратын орган екені белгілі. Ағзадағы зат алмасу процесін жақсартуда, дене шынықтыруда маңызы зор. Диетолог мамандар әсіресе йога, фитнес және жүзумен шұғылдану керек дейді. Жарайды, дайын болсақ белгілереміз. Дайын болсақ белгілереміз. Аяу сонымен жаңағы тыңдалған жаңалықтағы факты қайсысы, проблема не, көтеріп алған проблема не, сол проблемаға қатысты автордың көз қарасы. Ал тыңдаймыз. Бұл жерде проблема бізде дұрыс тамақтану жолдары болып табылады. Факт адамдардың 99%-ы дұрыс тамақтанудан зардап шегуде. Автор көзқарасы, автор бұл мәтін арқылы дұрыс тамақтанудың жолдарын көрсете білген. Тағы да біздікі басқаша деп отырмыз. Мақұл, іңгәрі. Проблема дұрыс артық салмақтан арылу. Факт дұрыс тамақтану мен спортпен айналысу. Автор көзқарасы дұрыс тамақтану арқылы артық салмақтан арылу. Абай деп ойлайсың ба? Кішкене сәл қосамыз оған, қосамыз, реттейміз. Ал, аян. Осы жаңалықты зерттей келе біз бір ойға тоқтадық. Проблема Адамзаттың дұрыс тамақтануы. Тамақтанбауы. Иә, қазіргі кезде адамдар дұрыс тамақтанудың мәдениетін білмейді. Иә, проблема сол. Келесі. Ал біздегі факт өмір сүру үшін тамақ адам өмірінің басты бөлігі. Факт. Ал біздегі көзқарас дұрыс тамақтану денсаулық кепілі. Сіздің көзқарасыңыз ба, автордың ма? Автордың көзқарасы. Бұны жаңағы дайындау үшін де біреу жасады ғой, иә? Автордың көзқарасын не қайталанбайды? Дұрыс тамақтану денсаулық кепілі. Және түрлі жастар пайдалы диета алып отырады. Пайдалы тамақтанудың денсаулыққа үлкен маңызы бар екендігі. Бірақ фактіге қосып қояйық, фактіге қосайық. Алдияр. Кеңес беріп отыр. Иә. Денсаулығын қалай күту жолдарын көрсетуге тырысып жатыр, иә. Жалпы міне бұл барлық енді осы факті, көзқарас, жаңағы проблема анықталды. Бір-бірімізді толықтырдық. Жарайсыңдар жігіттер, отырыңдар. Енді осы бойынша ары қарай дәл осы білген білімімізді шығармашылыққа қарай жеткізуге алып кетуге екінші мақсатқа келеміз. Екінші мақсаттың тапсырмасы. Әлсіз бала тақырыбында жанр мен стильдік ерекшеліктерін және тілдік құралдарды қатыстыра отырып, көркемдік ерекшеліктерін қатыстыра отырып, не жазу дейді? Әңгіме жазу. Ескерткенді ашамыз ба? Жаңа біз жанрды еске түсірдік. Стилі деген стиль неше түр бар стиль?
Ой, естір бар. Көркем әдебиет стилінің өз ерекшелігі не еді? Қол көтереміз. Ал. Көркемдегіш құралдар қолданылады. Ол жерде көркемдегіш құралдар, эмоционалды экспрессия сөздер қолданады, мақал мәтелдер қолданады. Міне, оның және жанрлық ерекшелігі оның өзінің құрылымы болады. Басты ерекшелік сол. Міне, тақырыпты бірінші түсініп, әлсіз баланы ашасыңдар, иә? Біз немен байланыстырамыз? Бағанағы тақырыппен байланыстырамыз. Жанрлық ерекшелігін біліп алсыңдар, әңгіме жазасыңдар, композициялық құрылымын естелесіңдер, көркемдегіш құралды әрине қосасыңдар. Сөйтіп шағын әңгімені сауатты естіп жазасыздар. Ал 10 минут беремін. 14 жүйелім болса болады балалар. Шарықтау жүйені ұмытып кетпейік, шешімді тағы да, иә? 10 минут беремін. Жеке тапсырма бұл, жеке.
жарайды. Ал енді сіздердің әңгімелеріңізді тыңдайық. Қазақ әдебиеті сабағында теорияны қалай меңгеріп жатқандықтарын, осы сабақта білімдерді қалай қолданып жатқандарын де осы жерде көрініс табады, балалар. Бастаймыз. Бұл енді шығармашылық тапсырмалар. Айша, сенен бастайықшы. Оқият тыңдап, бір-бірімізге пікір айтсақ болады. Ауылда екі дос болыпты. Бірі Арман салауатты өмір сақтап көңілді жүрсе, екіншісі Айдос азанда кешке дейін үйінен шықпай компьютерде ойнап қабақ ашылмайды екен. Бірде әдеттегідей Арман далаға шығып жаттығу жасаса, Айдосты терезеден көріп шошып кетеді. Себебі беті бозарып, түрі болмай, халі нашар болып көрінеді. Айдосты далаға ойнауға шақырады. Айдос үйінен әрең шығып, досымен бірге жаттығу жасауды бастайды. Содан бастап көңілі көтеріліп, Сіздікі де сонымен сіздер жақтау жүйе қай жерде болды? Дайындалып отырыңдар. Азамат, Азамат. Менің шақырған Дауыстарыңды шығарып. Менің шақырған табылған. Әсет күн ыстығына шыдай алмай балмұздақпен суық газды сусынды сатып алған еді. Ол суық тамамды өте жылдам уақытта ішіп қойды. Үйіне қайта оралғанда Әсеттің іші кенет ауыра бастады. Ол не істерін білмеді. Әр минут сайын әлсірей берді. Әсеттің анасы үйді айналып бұлбұлдай шырылдап, дәрігерге қоңырау шалды. Қарғаң қышқыды. Ағаштай жинаған көктем келді. Қарғаң қышқыды. Ағаштай жинаған көктем келді. Асан түн атқанымен мектепке шықты. Мектепте ол өзінің жақын досы, жақын ішімнен кездесті. Ішем, қалай? Үй іші тыныш па деп сұрады Асан. Асанның өзінің досының не себепті қуанышты тұрғанын түсінбеді. Себебі сол күні қазақ тілінің жиынтық бақылап алатын еді. Бірақ Асан өзінің сұрағын қояйын деген сәтте қоңырау ұрды. Балалар сол қоңырау ести сасымен екеу алдына құмырсқадай үймелеп білім нәрсесін білуге асықты. Содан 2 сағат өткеннен кейін Асан қазақ тілімен бақылау жазып жатқанда оның іші гүрс етіп ол шалғасына қалады. Жақтау жүйеге келді деді, шешім ше? Шешім айта кетсем, ол жазып көрмей қалды да? Жазып көрмей қалды. Ол шешесін құлағаннан кейін ауруханада оянады да, яғни ол дәрігерден сұрайды, не себепті мен бұндай жағдайға туындадым дейді. Дәрігер айтады, Асан, себебі сен онша дұрыс тамақтанбай жүрсің. Яғни ол күніге мектеп қайтатын кезде үйінен тамақ ішпей, өз асты сатып алатын еді. Сол себепті кейіннен дәрігерден одан құтылу үшін қандай Себебі бәрі басшарында айтып қой, енді соңы немен ауруханадан оянғанмен аяқтасам керемет құтқарады деймін. Не бұның қысқа, не бұның нұсқа керемет әңгімелесіз. Отырып. Бір баланы тыңдап жүрсек, жаңа біздің уақытымыз сәл кеште басталған еді ғой, ал кім? Жарқыраған жаз мезгілі. Күн жарқырап шығып тұр. Асан үйінен көшеге достарымен футбол ойнауға шыққысы келді. Үйінен анасынан сұранып, футбол ойнайтын стадионға кірді. Стадионның ішінде 3 бала футбол ойнап жүр екен. Олар Асанды шақырып алды. Асан құлақ асып барды. Олар кейіннен Асанды қорқытып ақша талап етті. Алайда Асанның ақшасы жоқ еді. Асанға жасап жатқан балалардың ісін әрекетін 40 жастағы бір ер кісі көрді. Ол балаларға қарап, жамандықты іші сезіп, жаны ашығаннан Асанның жанына барды. 40 жастағы кісі қазақ бір-бірін бауырым дейтіндей, қазақты қазақ сыйламаса түсінбейді, кім түсінеді деп 3 баланың жүрегіне тиетін ауыр сөз айтты. Балалар 40 жастағы кісінің сөзін ескеріп, Асаннан кешірім сұрады. 4 бала дос болып бірге футбол ойынын ойнады. Басталуы керемет болды, бір пейзажды жазғысы келді, әдебиеттен бері қарай кішкене не қалып келді. Жарайсыңдар балалар. Мына сабағымыздың аяғы да келіп жетіп жатыр, сондықтан кішкене қорытындылап, бірінші тапсырмадан бастап қорытындылап жіберейін. Риманың қазір мен кішкене бір көз жүгіртіп шығып едім, сіздерге 3 сұрақ берген, соның ішіндегі амонимдес шылаулардан көпшілігі дерлік, барлығын дерлік жауап бере алмапсыздар. Енді бізде ол сіздер демеуші шылаудың түрлерін және олардың қалай жазылатындығын білсеңдер жеткілікті, дегенмен сіздерге қосымша ол білім айтылған болады. Сол нәрсеге сәл мән бермей қалыпсыздар. Бірақ таппасам мысал келтіре алмапсыздар да.
енді сол кездегі балдарды жаңа өздеріңіз белгілі 3 балдан 9 балға дейін 10 балға дейін алып отыр. Сосын кейін екінші тапсырма бойынша мен кімдерге аяулым мен кімге сөзін 7 балл қойдым. Жаңа екеуі 9 балл алған еді ғой, сіздер 9 балл алдыңыздар. Қазір сіздің шығармашылық тапсырмаға жол тарта білген кім Айшаға 7 балл қойсам да болады. Кім одан кейін оқушылар осы күнді осындай өздерінің шығармашылығын көрсетуді асығып күтті. Сондықтан былай ашық түрде айтар десеңіздер, оқушылардың еңбектерін бағалап, Гүлнар апай, Елизат апай, құнды пікірлеріңізді айтып жіберсеңіздер. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақтарыңыз мен үшін өте жақсы сабақ. Өйткені барлықтарыңыз алдарыңызға берілген тапсырманы уақытында орындап шығып отырдыңыздар. Өте әділ бір-біріңізге баға бердіңіздер. Және де ұстаздың әрбір оқушыға деген үнемі көңіл аударып отырғандығын байқап отырмын бұл жерде. Ал енді осындай жақсы сабақтар өздерінің білімдерін шыңдала беруіне мен үлкен өзімнің тілектестігімді білдіремін оқушылар. Рахмет бүгінгі сабаққа. Айта ғой, бізде осындай мықтылар бар, айта ғой. Су ағады, тас қалады, Дауысын шығар. су ағады, тас қалады, кәрі кетеді, жас қалады деген. Біз ағайында күнде тұрап, күнде жинап тұруымыз керек. Солай жүрейік, күнде жайнап жүрейік. Бізде эмоционалды интеллект деген сабақ өтеміз, сол кезде осы нәрсе бекітіп отырады. Жақсы рахмет. Рахмет сіздерге. Сау болыңыз. Пікірді жинап бересіңдер, пікір